Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. 16 жасқа толған, әлі 18 жасқа толмаған балаларға ETSP ключті қалай ашу керек екенін көрсетемін. Ол үшін egov мобайл сайтына, egov.kz сайтына кіресіздер. Және осы жерде ешқандай вайти деп клиенттің атынан кірмейсіз, өзіңіздің атыңыздан болсын кірмейсіз де. Осы жерде төмен қарай түссеңіз, получение ETSP удаленно деп бірінші анасынан рұқсат алып аласыз. Ол үшін анасы видео проверкаден өтеді қазір. Получить ETSP удаленно дейсіз. И осы жерге анасының немесе әкесінің ИИН номерін жазасыз. Заказать услугу онлайн. Осы жерге физлицо дегенді таңдайсыз. Ары қарай анасының ИИНін жазасыз. Отправить запрос. Удостоверение личности. Перейти к получению ETSP дегенді басасыз. Және анасына код келеді. Номерін тересіз. Еговқа тіркелген номерін тересіз. Кодты жазасыз. Номеріне барған. Тоғыз 980 болды. Осы жерде анасы видео проверкаден өтеді. Немесе әкесі. Енді біз осы жерде разрешить деп әрі қарай жалғастыратын едік ETSP ашқанда. Бірақ бұл жерде разрешить дегенді баспаймыз. Қазір экран бетіне шығады. Разрешить дегенде, не разрешить дегенді, осы жерде разрешить дегенді басатынбыз. Біз бұл жерде енді digital деген жоғары жақта көк ID дегенді бас жіберемізде анасынан рұқсат аламыз. Добавить имя ребенка деймізде имя ребенка жазамыз. Мына жерге ИИН номерін жазасыз, толықтай дұрыс қылып. Және даю согласие деп сохранить дегенді басасыз. Мен примерно көрсетіп жатырмын сіздерге. Осы жерде сохранить етсеңіз болды, сізден рұқсат алынды анасынан. Енді выйти деп шығып кетесізде қайтадан басынан бастап ETSP алуға кіресіз. egov.kz-тің басты бетіне төменгі бетінде получение ETSP удаленно деген бөлім таңдайсыз. И получение ETSP удаленно деп енді 16 жасқа толған баланың ИИНімен кәдімгі үлкен ересектерге алғандай қылып ETSP-ны аша бересіз. Анасынан рұқсат алып қойдыңыз. Заказать услугу онлайн деп баланың ИИН номерін жазып, физлицо қылып таңдап, баланың ИИНін жазып, ары қарай видео проверкаден өткізіп, ETSP-сын аша бересіз. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.